Дін атын жамылған халықаралық террористік ұйымдардың идеологтары медиа контенттерінің 60%-ын Telegram арқылы таратады. Шекарасыз интернеттің шексіз мүмкіндігін пайдаланып, виртуалды әскер жасақтайды, қашықтан басқарады. Сол әккі арбаушыларға сеніп, алданғандарда екі ақ жол бар. Не қан сасыған аймаққа аттанып, опат болады, не қылмыс жасап қапасқа қамалады. Кезекті кейіпкеріміз шетелдік псевдо-шейхтарды тыңдап, ортасында ши шығарып, қазір абақтыда өкініштің ащы дәмін татып отыр. Медреседе оқып, мешіттерде уағыз тыңдап отырған бала емеспін. Қыздың ағасының алдында хижрат деген ең басымды термин кетті да ол жерде. Ол айтты маған, хижрат жасамақшы екенсіңдер, қайсы мемлекетке дейді. Мен санап кеттім ол жерде. Мысалы, Аравия, Туркия, тілім жеткенше қудым. Сонымен ұсталдым. Зухраб оңтүстік өңірдің тумасы. 18 жаста. Мектептен кейін жоғарғы оқу орнына түспеген. Мамандық меңгермеген. Қылмыстық кодекстің 3 бірдей бабымен айыпталды. Айтып отыра бердім кейін. Көп бағана автомат шашып жинай аламын мен. Муаскерге қатысыпсың ғой дейді маған. Ол муаскер, әскер деген сөзден шыққан деп ойлап, типа военный подготовка деген нәрсені ойлап қаламын. Оказывается, бұл муаскер деген сөз бұл. Террористер дайындайтын сөз, лагерь сияқты мағыналы екен да. Мен оны, как обычно, әскери дайындық деп ойлағым. Өйткені колледжде өткенбіз бәріміз. Үйтейік, бүйтейік, бір жерде жарайық, атайық деп отыра бердім. Шымкенттен көбінесе ошақ ретінде Сайрамнан көп азаматтар сотты болды. Бұлардың оқып әдебиетіне қарауымыз керек. Мұсылманға кіру үшін 3 баспалдақтан аттау керек дейді. Біріншісі рубубия дейді, Құдай тану керек деп айтады. Екіншісі не деп айтылады? Улухия деп айтады. Бұл намаз оқу керек, зекет беру керек, Алла Тағаланы амалмен ұлықтау керек деп айтады. Төртіншісі Алла Тағаланың есім сипаттарын дейді. Бірінші кезеңде Құдай бар деп біздің сеніп жүрген қазақтарымызды намаз оқымаса кіргізбейді. Неге? Өйткені христианда Құдай бар деп айтады дейді. Сол себептен бұл адамдарды біз екінші кезеңге өтпесе деп уже категорияға бөле бастайды. Адамдар қараңыз, баспалдақ арқылы адамдарды сыныпқа бөлді. Одан кейін 4 қағида дейді. 4 қағидада жек көру, аластау, қоғамнан аластау, бара-вал-валя деп айтады. Олар жаман, біз жақсымыз деп бөліну. Одан кейін барып, оларды жек көру, олар бидағатшы, пасық деп айту. Одан кейін дұшпандыққа өту. 4 қағида деген осы. Өзбек этнос өкілдері тығыз шоғырланған Сайрам, Кентау, Түркістан секілді қалаларымызда, аудандарымызда тұрғындар әлі күнге дейін осы өзбек тілді уағызшылар тыңдап келеді. Әрине, оның ішінде ұлты өзбек болса да, шетелде қашып жүрген, соның ішінде Түркия Республикасында, Мысыр мемлекеттерінде түрлі лақабаттармен танымал Шейх Самарханди, Абдуллах Зуфар, сонымен қатар Абу Салах Әл-Өзбеки, Абдуллах Дамла, осы секілді азаматтар, бұлар Өзбекстан Республикасында, кейбіреулері Қырғызстан Республикасында дүниеге келген ұлты өзбек азаматтар. Бұл азаматтардың ұлтында шыққан тегінде ешқандай біздің айтар назымыз жоқ. Дегенмен де бұл азаматтардың діни көзқарасында біздің айтар уәжіміз бар. Бұл азаматтар деструктивті діни идеологияны, соның ішінде өкінішке орай қазіргі 21 ғасырдың үлкен діни алауыздыққа қоздырушы дертіне айналған сәләфилік псевдо идеологияны насихаттаушылар болып табылады. Бұл саяси ислам деп айтамын мен. Саяси ислам деген ол радикализм, ол экстремизм. Оны кез келген адам санасы, ақидасы бұзылса болды ол. Ал өзбектің арасында неге шықты? Себебі ол жерден білім алғандар көп болды. Мәдинамен байланысушылар көп болды. Одан кейін олардың 3 уақыттың өткен шақ, осы шақ, олар отырықшылыққа бейім, дін ұстауға бейім ұлт негізі шын мәнінде. Сондықтан да олардың басым болуы оқиғаны, құбылысты саясиландырудан ажыратып алуымыз керек. Біз қайсының діни, қайсының идеологиялық, қайсының саяси болғандығын ажырата білуіміз керек.
Сонда ғана біз анализ жасаған боламыз. Сонда ғана біз дінді таныған боламыз. Дін жағынан мүлдем немім жоқ, ілімім жоқ. Абдуллах Дамла дегендері бар, сондайлар ғой. ютубтан тыңдайтын. Әлеуметтік желіде Абдуллах Домла лақабатымен танылған псевдоуағызшы Қырғызстан Республикасында дүниеге келген. Шын аты жөні Абдуғани Умаров. Этникалық өзбек ұлтының өкілі. Ол дін уағыздаған болып, экстремистік идеяны таратады. Бірінші сауатсыздықтан адамдарға жұғады бұл. Екінші қазір интернет арқылы жұғып жатыр. Әлеуметтік желі арқылы бұның ықпалы зор. Өйткені адамды өзгертетін ақпарат. Жаһандану дәуірі, әлеуметтік желі, ешқандай шекара жоқ. Қай тұстан болсын ақпарат ала алатын мүмкіндікте вирустың кіруіне өте үлкен мүмкіндік болып отыр. Кім тыңдаса, жалпы ақпарат шейх болсын, ол ұстаз болсын, соны жақсы көріп қалса, ол адам ана ақпаратты тексерусіз қабылдайды. Сіңіріп алады. Алланың түсірген діні бар, бір адамның ойындағы дін бар. Біздегі үлкен қателік Алланың түсірген діні мен адамның ойындағы дінді шатастырып аламыз. Ең үлкен қауіп тағы да адамның көсемінің ойындағы жемісті, тұжырымды біз дін деп қабылдап қойсақ өте қауіпті нәрсе. Біреудің көзқарасы үшін өліп кетіп жатқан азаматтар бар, мысалы. Сондықтан біздегі мәселе дінмен күрес емес, бізде идеологиямен күрес. Экстремистік, деструктивті діни ағымдардың қозғаушы күші осы жастар болып тұр қазіргі таңда. Неге? Себебі қазіргі жастар әлеуметтік жағдайына байланысты, психология жағдайына байланысты, білім деңгейіне байланысты, отбасылық құндылықтары, жалпы қоғамның көріп жатқан мәселелеріне байланысты әртүрлі күйзелісте болғаннан кейін осы арбауларға тез еріп кетіп жатады. Бірнеше факторлар әсер етеді. Соның бірі жаңағы отбасы институтының дұрыс құрылмауында. Ғалымдардың пікірінше жастардың осы деструктивті ағым өкілдеріне кіріп кетпеу үшін, экстремист болмау үшін құқық қорғау органдары болсын, қоғамдық институттар болсын, жалпы ата-аналар болсын, мұғалімдер болсын, тәрбиешілер барлығы бірге жұмыс жасау керек дейді. Интернеттегі шатақ шейхсымақтардың шатпағына шаталған Зухраб таныстарына экстремистік идеологияны насихаттады. Сырттағы содырлардың сойылын соғып, соларға қосылмақ болды. Бірақ діттегеніне жетпеді. Құзырлы органдар білегіне кісеннен білезік салды. Оперчаспен ұсталған кезде спецназмен бана кешкісін жібереді деген ойларда болды, мысалы. Розыгрыш деген ойда болды, мысалы. Мына жерге келгенім өзі бір өкініш қой. Аздау сөйлеу керек бе деп қоямын енді. Радикалдық ағымдардың уақытшыларын қарап отырсаңыз, эмоцияға толы, бір эмоциямен қаттырақ айту арқылы, айғайлап тұрып айту арқылы, ол дегеніміз адамға қатты әсер етеді шыны керек. Адамның сырт келбетінің өзі тартуы мүмкін, қызықтыруы мүмкін, мынаның сақалы бар екен, дінді мықты біледі екен деп ойлаймыз. Сондай да факторлар әсер ететін сияқты бұл жерде. Сол үшін шетелдік уақытшылардан үйренгісі келеді. Қазір енді көп жастар шын керек дінді ақылмен, біліммен емес, эмоциямен қабылдап жатыр. Бізде зайырлы мемлекет, сен дінді тек өзің үшін ұстанасың, өзіңнің жұмысыңда, оқу орнында еш жерде қолдана алмайсың. Сол эмоциямен келген адам алатта қарсы шыға бастайды. Кішкентай күшікті заландырған сайын ол қабаған болып өседі ғой. Сол сияқты бұл кісілерді тыйған сайын олар да радикалдана бастайды. Сосын адасып жүрмін деп ешкім ойламайды. Керісінше мына біздің ел адасқан деген сияқты түсініктер, неге мұсылман болып маған жағдай жасамайды деген сияқты ойлар туындайды. Оның бәрі ол адамның стресске соғады. Ашуланған адамда таза ақыл болмайды ғой, не істеп жатқанын білмейді. Сөйтіп өз радикалдығы одан сайын күшейе бастайды. Сосын зияны тиеді, түрмеге қамалады ол кісілер.
Ойланбай сөйлеп сотталып кету оңай, әсіресе қазіргіде геосаяси ахуал ушығып тұрған сәтте қауіпсіздікті көздің қарашығындай сақтау жалқыға да жалпыға да міндет. Әлемдік деңгейде күн тәртібінен түспей тұрған экстремизм мен терроризмге қарсы күрес біздің елімізде де жіті жүргізілуде. Діни радикалдар өз әрекеттерін ақтау үшін дінді жамылады. Олар діннің шынайы құндылықтары мен мақсаттарын бұрмалап, қоғамға алауыздық пен тәртіпсіздікті тудырады. Шынайы дін ешқашан зорлық, зомбылыққа, әділетсіздікке жол бермейді. Сондықтан біз мұндай әрекеттердің түпкі мақсатын түсініп, діннің негізгі құндылықтарын қорғауға және оны радикализмнен ажыратуға тиіспіз. Әлеуметтік желілерді сараптап, контенттерге сараптама жүргізу нәтижесінде көптеген заң бұзушылықтар, соның ішінде дінге қатысты алауыздық тудыратын материалдар көбірек шығуда. Олардың негізгі басты фишкаларының бірі қазіргі кезде трендте маргиналды жастар бірінші кезекте көш бастап тұру. Діннің сыртқы формаларын тренд ретінде көрсетуі TikTokта, әсіресе Instagram желілерінде хэштегтерді қолдану арқылы әлеуметтік желіде өзінің оң солын танымайтын жастар арасында тенденцияларды көруімізге болады. Бізге медиа сауаттылық бірінші кезекте орын алады. Соның ішінде осы дінге қатысты ақпараттарды алатын кезде өте қатты мұқият саралап, оның оң болмаса теріс тұстарына біз назар аударғанымыз дұрыс. Әлеуметтік желіде псевдоуағызшылар озбырлықпен жүргізетін отаршылдық саясаты ұлттарды жойып, қоғамды бөлшектеп, жеке тұлғаны құл етуге бағытталған. Шола қойлап, келте қимылдайтын жастар көп дүниенің байыбына бармайды. Мойын бұрдыртпайтын буквализм бұғауы өркениеттен бездіріп, бітпес дау қара түнекке тартады. Бұның соңы өшпес өртке айналуы әбден мүмкін. Бұл адамның санасымен ойнайтын жұмыс. Оған санасымен ойнайды, қоғамды жек көре бастайды, одан кейін барып, оған бағдар береді. Сен мына нәрсені істейсің, сен мына нәрсені істейсің. Зомби болады, былайша айтқанда. Әл-Асқар Египетте оқып жатқан өзіміздің ғұламаларымыз таңғалады. Біздің оқыған 15-20 жыл сол кітаптарды түсіну үшін үлкен ғұламаларында отырып, алдында отырып оқыған кітаптарымызды бұлар бір сәтте жаңағы не істеп кеткісі келеді дейді. Отырып алып сынайды дейді. Намаз оқығанда 2 апта болған балдар, қолына енді кітап алып, хадис деген нәрсені мұрнына әлі иісі бармаған балдар отырып алып, мынау дұрыс, мынау бұрыс деп сынап отырады дейді. Бұл қаяқтан даналық түсе салып басына дейді. Бұл қалай дем арасында осындай өзгере қалды. Әр ел өзінің мұсылмандығын, өркениетін өздерінің мәдениет арқылы көрсетеді. Ал ол мәдениеттен ажырап қалу, ол керісінше өзіндік пікірден ажырап қалумен бірдей. Радикализм қаяқтан тарап жатыр десек, ол үйінде отырып, бәлкім ата-анасының жаңағы бақылауынсыз қалып кеткен бала, или көкейінде бір сұрағы бар бала, оған жылт етіп шыға келетін бірінші біздің жаңағы әлеуметтік желілер бар ғой, немесе қасындағы достары бар, немесе WhatsApp чаттар бар. Сол арқылы жалпы азаматтарға қауіптілік болып жатыр да. Кәмелетке толмағандар жаза басып, радикалды бағыттағы видеоларды көргеннен кейін міндетті түрде олардың ішінде бір көзқарас пайда болады. Жастар дегенімізде әрине бұл қазір қоғамның ең бір әлсіз тұсы, бірақ дегенмен болашақ жастардың қолында. Ең басты жаңағы шариғаттың талабы білімді болу, яғни сауатты болу. Діни сауаттылық әрдайым азаматтарымыздан жарыққа шығарады. Бостандықта ұстаз алдын көрмеген Зухраб түрмеде теологтардың дәрісіне өзі сұранып келді. Қылмыс жасап үлгермесе де санасында теріс ой болғанын жасырмайды. Сол ой алдымен ауыздан сөз боп шықты. 18 жасында терроризмді насихаттады. Егер құзырлы органдар дер кезінде құрықтамағанда қолына қару алып қан төгермеді. Кім білсін. Бірақ Құдай оңдап құрдымнан аман қалды. Мен ата-анамды қинап қойдым. Сұрасам ата-анамнан кешірім сұраймын. Олар қиналып жатыр, қазір ойланып жатыр, қысылып жатыр. Оның діни сауатсыздықпен қоса заңнан да білімі төмен еді. Соның салдарынан ойланбай айтқан сөзіне бостандығын айырбастады. Бүгінде ол тәубесіне келді. Ақ пен қараны ажыратты. Теологтардың алдында сауатын арттырып жатыр. Осынау оң өзгерістер үшін ертеңгі күні бостандығын қайтарып алатынына сенімді.